Біздің ұстаздар қатты айтып жатыр ғой. Зина ол не деп жатыр? Зина ол не дейді? Қарыз. Я қатының, я қызың өтеп береді оны. Соның бір дәлелін айтайын. Бір күні бір жігіт звондайды. Молдеке, я қатынымды бөтен бір жігітпен ұстап алдым дейді. Шариғаттың жазасы қандай дейді? Шариғаттың жазасы тасборын. Бірақ біздің мемлекет ондай емес қой. Сондықтан бала шағыңдап қаласында ана әйелді үйден қуып жібересің. Кешірім жоқ оған дейін. Бол ұстаз дейді да телефонын қояды. Шамасы бір ай өткеннен кейін ана телефонын жазбап маған ше. Мен ол жігітті әлі де танымаймын кім екенін. Ол не қыламын танығанды оны? Не қыламын танығанды? Көрген сайын көзің, жүрегің ауырып бекерге мысалы. Бір ай шамасында сол жігіт қайта звондады. Аға, өткенде сізге хабарласпаймын ғой имам деп. Иә? Не болып қалды? Енді ортада бала шаға бар. Енді қайтып былай жарасып, некені жаңалап нетсе болмай ма дейді да. Сосын айттым, тоқта дедім. Сен өзің осы қатын бала шағаңмен өмір сүріп жүріп, басқа бір қатынға барған бәлесің ғой сен дедім. Некесіз деп едім. Сондайым бар еді деді. Сендер тұра беріңдер дедім бізге. Түсінікті болма жігіттер? Ол қарыз ол. Ол қарыз. Сол үшін ертең есебіміз түгел болу үшін зина деген нәрседен аулақ жүру керек біздің жігіттер.